Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен сүзбелі кекс әзірлейміз. Балалардың сүйікті тәттілерінің бірі. Ең алдымен бізге сүзбе қажет. Сүзбені осындай шанышқымен езгілеп аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз да қайтадан барлығын жақсылап араластырып езгілеп шығамыз. Оның үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз да қайтадан барлығын жақсылап сүзбеміз езілгенше араластырамыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Барлық заттардың мөлшерлерін видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Енді осы дайын массамыздың үстіне ерітілген майымызды құямыз да қайтадан барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне илеуіштен өткізілген ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, бір келкі масса жасаймыз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Енді осы дайын қамырларымызды кекс формасына саламыз және де формамызға тізіп шығамыз. Бір не болмаса 2 ас қасықтан салып отырсаңыздар болады. Енді осы дайын кекстерімізді қызып тұрған пешке 180 градусқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Айта кетерліктің жайт, әркімнің өзінің пешіне байланысты. Мысалы, менің пешім асты өте жаяу піседі. Мен сондықтан 5 минутқа ең алдымен астын қосып аламын. Міне, біздің сүзбелі кекстеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.